Исабаева Сәуле Сәурғалиқызы бүкіл саналы ғұмырын осы Есенов университетінің қалыптасуына, 1976 жылы негізі салынған университеттің ең алғаш іргесін қалауынан бастап, бүкіл саналы ғұмырын осы университетке арнаған жан. Ол кісі 4 ректордың орынбасары болды. Сол орынбасары бола жүріп, бірінші проректор бола жүріп, тек оқу процесі емес, барлық біздің тәрбие, әлеуметтік мәселелер, басқа да ішкі ұжымдық мәселелердің барлығын осы Сәуле Сәурғалина кеңесші бола жүріп, ұжыммен ақылдаса отырып шешті. Университет барда Сәуле Сәурғалина есімі ешқашан өшпейді.